Ассалаумағалейкум баракатух. Міне осы бір сұхбат айтайын деген бұны. Кеше анау енді түнде тақашыққа тұрған оқып. Алдында мен айттым ғой, енді ақша көрдім деп. Сол ақша жағынан бір кредит алыпты. Адамдар көп ақша алады екен. Өкіметтер ақша қаншама ақша алып жатыр екен. Ол ақшаны көрсем, біреу қарыз ақшалар бар дейді, ойлаймайды. Не бар десем, ақшалары масқара, сондай жаңалықтарды айтамын. Қоқыс айтамын, бала туралы қоқ айтамын. Балалар тәртіпті болсын деп, жақсы әдеп болыңдар балалар. Енді сендер ғана ата-аналарыңды сыйлаңдар деп айтамыз ғой. Енді көп нәрсе шығады. Енді ол ақша, ол материя ғой. Біздің материя бар. Қазір бәрі ақша армандайды. Қыздар тұрмысқа шығады, байдың қыздар күйеуге шығады деп айтамыз ғой. Сол сияқты жаңағы ақша, енді оны күйеуін қалай разын табу керек. Енді күйеуін разын кеше бір әйел мен еркек ұрысып айғалап, анау соның қарасындасам, оны анау әйелге айтам, сен қалай сен анау күйеуін разын табасың. Енді көбінесе әйелдер тұрмысқа шығады екен, қараса күйеуге тиген, анау әйел бір кеңес беріп, анау жай жобалап айтқам ғой, анау сенің күйеуің басқа әйелдермен жүреді дедім. Сосын қалса әйелі мынау, сосын не істейді енді әйелі? Нәпсі шырылдамай ма? Нәпсі шырылдай. Сосын олай шырылдаған кезде анау күйеуі оказывается басқа біреумен болыпты. Әйелдері бар екен. 3-5-6 қатынмен жүреді дейді. Масқара. Неге әйеліне айтпайсың? Неге сенің күйеуіне айтпайсың дедім. Мен күйеуіме тұрмаймын дейді. Енді ажырастым дейді. Не істейді енді ажырасқанда? Енді жарайды, дұға жасап жаңағы. Енді қарасам, адам баласы жаңағы жаным ашып, кешеде Құран оқып, оған енді жарайды, оны қайтесің енді. Жаңа өмір баста, қыздарға айтам, 4 мезгіл тазалау керек. Ана күйеуге некелерін бұзбаңдар, ана біреудің қазір көбінесе әйелдер басқа күйеуін арашалайтын болып, өзінде байы бар, 2 баласы бар. Кеше анау бір сұрағанда жаңағы енді күйеуін, ана менің күйеуім баяғында әйелмен тұрған, бірінші әйелінде 1-2-3-5-6 әйел бар. Қараса, анау әйелмен хабарласып тұрады. Өзі әйел білмейді, бірінші әйелдер. Қазір көбісі салафиктер әйелдер көп алатын болыпты дейді. Не істейді енді? Үйленеді, тамақ асырау, енді күйеуінің қалай еркектерге айтатын сол ғой. Жақсы әйелдерге айтамын, біреудің күйеуін арашаламаңдар, күйеуіңді сыйлаңдар. Жоға қазір ешкім керек қылмайды екен. Ақша күн көресіңдер, ақша. Тұрмысқа шығады, байлыққа тиеді. Енді оның 2 баласы бар ғой, күйеуі. Ол басқа біреумен шатасып, күйеуімен. Енді айттым, неменеге шатастың деп айттым, шатасып кеттім. Некелер бұзылады, жап-жас қыздар қазір ақша көп ойлайды.